2024 жылғы Азия чемпионатына қатысатын Өзбекстан құрамасының тізімі шықты. Украина құрамасының ересектер құрамы да Азия чемпионатында ресми түрде өнер көрсететін болды. Желтоқсан айында қазақстандық жас проспекттердің бірі Медет Айдос өзінің Америкадағы алғашқы кездесуін өткізеді. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Жоғарыда аталған тақырыптарға байланысты және де одан да басқа соңғы жаңалықтарға тоқталып өтемін. Бокстан Украина құрамасы 28 қараша мен 12 желтоқсан аралығы Чангмайда өтетін Азия чемпионатына қатысады. Бұл елден ерлер мен әйелдерді қосқанда барлығы 25 боксшы құрлықтық додада өнер көрсетпек. Украина құрамасының басты жұлдызы және Олимпиада чемпионы 80 келі салмақ дәрежесінде Александр Хижняк бұл турнирге қатыспайды. Есесіне Европа чемпионы Айдир Абдраимов және Париж олимпиадасының қатысушысы Дмитрий Ловчинский өнер көрсететін болады. Айдир 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетсе, Дмитрий аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін болады. Сонымен бірге Украинадан Иван Сапун Хижняктың орнына келетін болса, 92 келі салмақ дәрежесінде 22 жасқа дейінгі Европа чемпионатының жүлдегері Богдан Толмачев өнер көрсететін болады. Одан бөлек 48 келі салмақ дәрежесінде Андрей Ефимович және жастар арасындағы Европа чемпионы Даниил Дрыжак 63,5 келі салмақ дәрежесінде сынға түсетін болады. Ал әйелдер құрамасынан жастар арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері 60 келі салмақ дәрежесінде Татьяна Довгаль, 66 келі салмақ дәрежесінде әлемнің бұрынғы чемпионы Мария Бова, 70 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының қола жүлдегері Анастасия Черноколенко және плюс 81 келіде Европа чемпионы Мария Ловчинская өнер көрсетеді екен. Бұл ересектер арасындағы Украина құрамасы үшін алғашқы тарихи сәт болмақ. Ал осыған дейін кіші жасөспірімдер мен кадеттер арасында араб мемлекеттерінің Әл-Айн қаласында өткен Украина жеткіншектері өз бақтарын сынаған болатын. Бұл Қазақстан құрама командасы үшін үлкен бәсекелестік әкелетін команданың толыққаны деп айтуға тура келеді. Одан бөлек Азия чемпионатында өнер көрсететін Өзбекстан құрамасы да белгілі болды. Атап өтетін болсақ, 48 келі салмақ дәрежесінде Меликузиев Шадиржан. Бұл боксшы осыған дейін Санжар Ташкенбаймен 2 мәрте кездескен болатын. Екеуінде де Ташкенбайдың асығы алшысынан түсті. 51 келі салмақ дәрежесінде Асылбек Жалилов. Асылбек те бірнеше мәрте қазақстандық боксшылардың қарсыласы атанды. Есімізде қалғаны ол да Санжар Ташкенбайдан 2024 жылғы Странжа кубогінде ақтық бәсекеге дейінгі кездесулердің бірінде жеңілген болатын. Одан кейін жастар арасында әлем чемпионы Шахзод Музафаров 54 келі салмақ дәрежесінде Өзбекстан атынан Азия чемпионатына аттанады. Бұл боксшы да Махмудқа осыған дейін 1 мәрте жеңілген болатын. 57 келі салмақта Миразбек Мирзахалилов, ол да әлем чемпионы. Ал 60 келі салмақ дәрежесінде Өзбекстанның 2 дүркін жеңімпазы Дилшот Абдумуратов өнер көрсететін болады. 63,5 келі салмақ дәрежесінде Атхамжан Мухиддинов, ол өткен жылғы Елорда кубогінде іріктеу кезеңдердің бірінде Мұхаммед Сауыр Базарбайұлынан жеңіліс тапқан еді. 67 келі салмақ дәрежесінде жаңа салмақта өз бағын сынайтын Муджибулла Турсунов. 71 келі салмақ дәрежесінде Елорда кубогының 2 дүркін жеңімпазы Хафасбек Асадуллаев. 75 келі салмақ дәрежесінде жастар арасында Азия және әлем чемпионы Джавахир Уматалиев. Ал 80 келі салмақ дәрежесінде Париж олимпиадасының қатысушысы Турабек Хабибулаев. 86 келі салмақ дәрежесінде Жасурбек Юлдашев. Ал 92 келі салмақ дәрежесінде қандасымыз Мадияр Сейдрахимов. Ал аса ауыр салмақ дәрежесінде жастар арасында Азия және әлем чемпионы 22 жасқа дейінгі жастар арасында Азияның 2 дүркін жеңімпазы Жахангир Закиров. Осындай атап өткен тізім бойынша Өзбекстан құрамасы Азия чемпионаты барысында қазақстандық боксшыларға қарсылас атанатын болады. Қазақ боксының кейбір жанкүйерлері үшін үлкен сұрақ болып тұрған мәселеге байланысты жауап беріп өтетін болсам, қазақстандық 2021 жылғы 48 келі салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы Теміртас Жүсіпов Қаракөзі Абдалиевті еске алуға арналған турнирде Азия чемпионатына қатысу құқығын жеңіп алған болатын. Бірақ Азия чемпионатына баратын ұлттық құраманың сапында есімі неге тізімге енбеген деген көптеген жанкүйерлер арасында сұрақ болған еді. Соның нақты себебіне тоқталатын болсақ, Теміртас 12 желтоқсанда Бахрейнде өтетін IBA-дің чемпиондар түні атты бокс кешінің бірінде IBA чемпион атағына шаршалаңға көтерілетін болады. Әзірге қарсыласы белгісіз. Бірақ менің ойымша Теміртастың қарсыласы болып ресейлік Эдмонд Худаян атануы мүмкін. Худаян Ташкенттегі әлем чемпионатында жартылай финалда Санжар Ташкенбайдан жеңіліп, әлем чемпионатының қола жүлдегері атанған болатын. Тағы бір еске салатын жағдай, Санжар Ташкенбай мен Теміртас Жүсіповтің ресми кездесулері әлі күнге дейін болмады. Шымкенттегі халықаралық турнир аясында Ташкенбайдың жарақат алуына байланысты жекпе-жектер өтпеген болатын. Аса жеңіл салмақта жұдырықтасатын қазақстандық кәсіпқой боксшы Айдос Медет өзінің келесі жекпе-жегінің уақытын және қарсыласының есімін білді. 11 желтоқсанда Плант-Ситиде өтетін бокс кешінде Айдос никарагуалық Херсон Ортиспен шаршалаң төрін бөлісетін болады. Жекпе-жек 6 раундқа жоспарлануда. 55 келі салмақ дәрежесі бойынша. Жекпе-жек Қазақстан уақытымен 12 желтоқсанда таңертең өтетін болады. Бұл Айдостың ақш-тағы алғашқы жекпе-жегі болмақ. Қазақстандық
кәсіпқой боксшы аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Жан Касабовский алда өтетін Тайсон Фьюри мен Александр Усиктің жекпе-жектерінің алдында Тайсон Фьюриге спарринг партнер ретінде Фьюридің оқу-жаттығу лагеріне кірісті. Бокстан ерлер арасындағы Қазақстан ұлттық құрама командасы, нақтырақ Қайрат Сатжанов баптайтын боксшыларымыз Астана қаласында өтіп жатқан біріккен оқу-жаттығу жиындарын аяқтады. Естеріңізге сала кетейік, Куба мен Ресейдің бірінші нөмірлі боксшылары, грек мемлекетінен де бір-екі боксшы Қазақстанның ең үздік боксшыларымен бірлесіп тәжірибе алмасқан болатын. Азия чемпионаты алдында бұл Қазақстан құрамасы үшін де өте пайдалы оқу-жаттығу жиындары болды. Қазақстан бокс федерациясының қолдауымен өткен осындай ауқымды оқу-жаттығу жиыны Азия чемпионатында өзінің оң нәтижесін береді деген сеніміміз бар. Кеше әлемнің үздіктері бір-бірімен тәжірибе алмаса отыра оқу-жаттығу жиындарының барлық қатысушылар арасында ауқымды спарринг күні өтті. Боксшыларымыздың бабы өте жақсы деңгейде. Бас бапкер Қайрат Сатжанов айтпақшы, осы Азия чемпионатында алдыңғы қатардан көрінуге бар күшімізді саламыз, және ол жігіттердің қолынан келеді. Яғни бәріміз біріміз үшін деген ниетіміздің жеңісті нәтижесін көруге аттанып барамыз деген екен. Боксшыларымызға сәттілік тілейміз. 2024 жылдың ресми қорытынды жарысы болғандықтан нағыз тақым қысар сәт деп есептеймін. Мінекей достар, шығарылымға байланысты төменге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.